Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге торттан артылып қалған корж бен кремнен осындай трайфл дайындайтын боламыз. Кеттік. Мен ыдысты осындай шоколадтан жасап алдым. Сіздер кез келген ыдыста жинасаңыздар болады. Ыдысымыздың түбіне кішкене кремімізді салып, үстіне үгітілген коржигімізді салатын боламыз. Менде бұл коржик пен крем алдында жасаған бенто торттан қалған болатын. Рецептісін барлығын ссылкаға тастап кетем, сол жақтан көрсеңіздер болады. Коржигіміздің үстіне крем саламыз. Кремімізді салып, қасықпен жайып, тегістеп аламыз. Осы креміміздің үстіне конфитюрімізді құямыз. Менде шиеден жасалған, яғни вишнядан жасалған конфиті ортасына құйып, жан-жағына жаямыз. Осы конфиміздің үстіне қалған коржигімізді салып, бетіне кремімізді саламыз, жақсылап тегістеп аламыз. Мен бетіне ерітілген шоколад жақтым. Жаңғақ қосылған. Сіздер қалауыңыз бойынша ақ шоколад немесе бетіне конфи жасап қойсаңыздар да өз еркілеріңізде. Мен бетін осылай шоколадтармен әрледім. Сіздер қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Міне біздің трайфлымыз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне бізде осындай ерекше трайфл шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ас болсын.